Ассалаумағалейкум YouTube көрермендер, қалдарыңыз қалай? Алдыңғы видеолар Каспий туралы түсірдік. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарияға жаза беріңіздер. Так, бүгінгі YouTube каналда түсіретініміз свеча туралы түсіреміз. Өзім автоаксессуармен айналысқансын, свеча қандай машина, қандай свеча кететін, сосын қандай свечалар бізде бар, китайский бар, оригинал бар, сол туралы кішкене толығырақ ақпарат беретін боламыз. Алдағы видеода көретіндеріңіз осы жайлы болады. Олай болса кеттік. Міне свеча, бүгінгі свеча түсіретін Denso брендтегі. Denso бренд міне ең арзаны қанша теңгеден басталады, қандай машинаға келеді. Мынандай Denso китайский бұлар 490 теңгеден біреуі. Дубликат Denso бұл, мынандай 16 короткий, көбінесе Toyota 10-ка, 20-ка соларға келеді. Және Mazda, птичка соларға бензинмен жүретіндерге келеді. Сосын Mazda Cross соларға келеді. Және де міне кейіңіз 300 теңгеден осындай Denso ең арзан свеча. Одан кейінгі свечаларына Toyota Lexus, осылар өте ходовой келеді. Iridium бұл түбі үшкір, бірақ өзі китайский. Китайский болғанмен көп машинаға салады осыны. Именно Toyota, Nissan Cifero'ға салады, 32-ші кузов, оларда 6 цилиндрға осылары салады. Көп машиналарға китайский болса да жүріп береді да осылар. Мынандай түбі қысқа, басы Iridium, басы үшкір Iridium. Бұлардың бағасы біздегі 780 теңге болады, бір штуғы. Оптың баға. Бұлар сатылу бағасы базарда 1500 теңге, 1800 теңге сондай. Содан кейін кетсек, мынандай 191 деген бар, Toyota Lexus тоже. Бұлар Lexus GS-қа келеді, 300-ге. Түбі ұзын болады, мына жері. Көрдіңіз, анада короткий, мынада ұзын. Короткий 16, резбасы мына жерде жуан 16. Toyota Lexus соларға келеді. Бұлар потом 45-қа келеді, 3/5 объемға. Түбі ұзын. Басы үшкір Iridium. Iridium не үшін просто свечаға қарағанда қымбат. Өйткені мұның тоқ электроды кішкене басқаларға қарағанда жақсы тоқ береді. Достар, міне мынау Toyota Iridium свеча 253 соңғы номері. Бұл свеча короткий. Өзі мына жері 14 свечный ключқа келеді. И түп жағы ұзын, содан кейін короткий. Бұлар Toyota Corolla 1.8, тағда Toyota Corolla 1.6 сондай машиналарға келеді. Бұл өзі редке өтетін свечалар, бірақ өтеді айтар. Бұл түбі үшкір, мынандай Iridium. Denso, осылар тоже бізде оптың мына бағалары бәрінікі 780 теңге осыларда. Содан кейін бұлардың бәрі китайский, оригиналдары да бар. Оригиналы 4000 теңгеден жоғары тұрады. IK20 деген бар, бұлар Toyota Lexus жаңағы. От 30-ка, сосын 20-ка, 10-ка Toyota соларға келеді. Iridium басы үшкір, мына жері обычный, бұлар обычный көп машинаға келеді, көбінесе осылар ең ходовой свечалар деп саналады. Өте жақсы өтеді. Качествосы китайский, бірақ көп машинаға сағанда китайский свечаларды ескі машинаға сала берсе болады, неге жылайтыны. Көп салады осындай. И мынау Denso, просто IK20 болса, IK20 TT деген 4504. Бұлар TT не үшін? Бұл TT Iridium, содан кейін бұларда үстінен тағы бір электрод бар. Үстінен электрод и астынан тағы бір электрод. Бұлар сол үшін Denso TT деп аталады. Двойной электрод болған үшін. Бұларда өте қазір сұранысқа ие, осы свечалар қазір мықты сұранысқа ие болып келатыр.
Содан кейін достар, мынандай фирмалардан бар, мына фирмалардан келет, өзі Denso бренд, мыналар оригинал. Качествосы өте жақсы. Бұлар гарантия беріп сатсаңыз да болады негізі. 20 мың, 30 мың километрге дейін жүріп береді, 40 мыңға дейін ол точно жүреді. Мынау K20 TT деген, мысалы Toyota 30-ға мынау китайский свечалар предлагать етсеңіз, сатуға кеңес берсеңіз, содан кейін мынандай оригинал свеча кеңес берсеңіз болады. Бұлар K20 TT деген, мысалы 30-ға өте күшті келеді, 3 объемдыққа. Осылар Nissan Almera'ға келеді, осы тура родной свечасы десек болады. Nissan Almera, сосын Largus, соларға осы келеді, K20 TT деген свеча. Одан кейін мынау HU деген мына свеча бар, 2046-14 деген. Бұл свеча Denso Ravon R3 жаңадан шыққан. Сосын Gentraға келеді, ескі Cobaltқа келеді, соларға келеді мынау K20 HU22 TT деген. Бұлар басқа свечаға қарағанда ерекшелігі, мына свечный ключ 16-да, түп жағы кішкентай, 16-дан кішкентай болып келеді, короткий. Өзі де еще қысқа болады. Басқа свечаға, именно сол өзінің Ravon, Cobalt, Gentra сол свечаларға ғана келеді. Осылар міне, содан кейін міне 21 қандай машиналарда тұрады? Audi'да тұрады 21. Audi'да, Volkswagen Passat, B3, соларда 21 тұрады. Міне 21 Audi'да көбінесе 5 цилиндрде басы бұралып салады да оларда. Міне басы мынаныңқа бұралады. Өзі оригинал, и наяғы 21 кілт обычный. Бұл міне чисто фирмадан келеді оригиналдар заттар. Міне мынау тура сол фирма, просто мына 16-сы. 16 бұлар жаңағы свечалардың оригинал түрі. Міне 16 Denso оригинал түрі. Бұлар 830 теңгеден болады, бір штугы оригинал, 16 простой. Одан кейін келсек, мынандай Polo деген машина бар, мысалы Polo, сосын тағы қандай? Polo 1.4, 1.6 сол машиналарға келеді мынандай. Олардың басқа машиналардан свечасы басқа свечаларға қарағанда айырмашылығы, мына түп жағында зазоры болады өзінің кішкентай көр. Мына жақта қарасаңыздар, тура бәрі свеча негізі бір-біріне ұқсағанмен өзінің әр машинаның өзінің свечасы бар, айырмашылығы бар. Осы свечалар, бізден свечалар алатын болсаңыздар, қандай машина, қандай свеча кететінін айтатын боламыз. TF деген свеча 16 дейді, мынандай свечалар, Denso мынау оригинал. 16 бір контакт, наяғы конусный дейді, бұл конусный. Бұл Volkswagen Touareg сол машиналарға келеді. Конусный, редке өтетін машина, бірақ мынау өте оригинал. Көп қойып сатсаңыз да болады, пайда да көп қалады. Бұл TT деген двойной электрод, үсті жағынан да бір электрод бар. Denso TT. Одан кейін W20 TT деген бұл свеча, жаңа 21 свечаның TT түрі. TT деген жаңа двойной электрод. Бұл кішкене качествосы мықтырақ, и бағасы сәл қымбаттау жүреді. Бірақ зато качествосы мықтырақ болады. Осы TT деген, мынау T20 TT деген свеча бар. Ол мынау конусный болды ғой, бұл ұзын болды. Ал мынау осы короткий түбі, и тоже конусный. Бұл қандай машинаға келеді? Mercedes 2.3, 124 Mercedes 2.3 объемдағы соларға келеді. Конусный 16 одноконтактный, сондай машиналарға келеді. Достар, осы автоаксессуармен айналысқа келе жатқаныма 9 жыл болды. И бізден осы свечаларды алсаңыз, қандай машинаға қандай свеча келетін, қай жерден іздейтін, көмектесетін боламыз. Бізге жазу үшін астыға, осы каналдың астына біздің ссылка қалдырып кетеміз, Инстаграмға, және де номерімізді қалдырып кетеміз. Достар, енді бізде Инстаграмға жазыңыздар, және де астыға номер қалдырып кетеміз. Келесі видеода кездескенше қош, сау болайық.